Бұл тұста Сағынайдың үйінде де өмірі болмаған өзгеріс болып, жарық дүниеге жаңалық келді. Сан жылдары бойы сарылып күткен қуанышына қолы жетті. Олар Сағыныш атты нәресте көріп, Сағынай 50 жасында алғаш рет өзгенің ортағы жоқ өз баласына әке болды. Сонау Қара теңіз жағалауындағы санаторияда емдеген дәрігерден бастап шақырып, той жасады. Бұл тойға Володя да келді. Сағынайдың көңілінде осы тойға тағы да 1-2 адам қатысуға тиісті сияқты. Бірақ олар кімдер екенін есіне түсіре алмай, біраз жүрді. Ол адамдардың кімдер екендігін Толикті көргенде барып есіне түсті. Шіркін, кім екенін білсем, бүгін сенің ата-анаңды да шақыртып, осы тойға қатыстырып, іс жолың құтты құлыным, сені өздеріне табыс етер едім. Қиса сұрап алып, оларды бірге туған бауырымдай көріп кетер едім-ау, деп ойлады. Бұл ойын сыртқа шыққан Володяға айтты. Әрине, дұрыс-сақ болар еді, деп өткен жылы бір үйден осы баланың суретін көргенін айтып қала жаздап, тағы да айтпады. Адам көп жиналды. Той кафеде өтті. Сағынай бірнеше жыл ауыл шаруашылығында агроном болып істеп, қазір облыстың бір мекемесінде бастықтың орынбасары болып істейді екен. Оның ұжымына құрметті адам екені көрініп тұр. Июль айының іші, Ташкенттің ыстығы алаулап тұр. Кезекті сапардан келген Володяға екінші бухгалтері Райхан жолықты. Әлденеге сасып, репеті қашып жүр екен. Ол Володяны қаға-маға автобаза директорының кабинетіне қарай өтті. Райхан Сағынаевна, саламатсыз ба? Неге мұнша аптығып жүрсіз? Деп сұрады Володя. Ой, Володя, жағдай жаман. Әкемді машина қағып кетіпті. Соған рұқсат сұрағалы келіп тұрмын, деді. Володяның ойына сол сәтте Толик түсті. Егер Сағынай олай-бұлай болып кетсе, оның халі не болмақ, деп ойлады. Осы ой оны кейін де жиі мазалайтын болды. Оны жолдасы Сергейге айтып еді, ол мазақ етті. Сен немене? Танымайтын, білмейтін біреудің қаңғып жүрген баласы үшін уайымдайсың. Өзің жынданғанбысың? Мүмкін қазақ әйелің бар шығар. Ол содан туған бала шығар, деп әзілдей күлді. Есек, қашанда есек болып қалады. Мен досым деп саған ақыл салып, бір азаматтың тағдыры жайлы айтып тұрсам, сен келек етесің. Сен баладан өспей, осы қалпыңмен туа қалып берің, өз басыңнан өзгені ойламайтын өгіз, деп қатты ашуланды. Сергей не дерін білмей сасып қалды. Володя үйіне кетті. Ол өзінің жұбайы Галяға айтты. Баланың басынан кешкенін айтқанда, Галя жылап отырып тыңдады. Ол да ана ғой. Ана сезімі қашанда нәзік келеді емес пе? Менің азаматтық борышым, деді Володя әңгімесін аяқтай келіп. Сол баланың ата-анасын тауып, екеуін табыстыру, сонда мен жайлы өмір кітабының бір бетіне бір отбасын қуанышқа бөледі, бақытты етті, деген сөздер жазылар еді. Азамат өзі бақытты болып қана қоймай, өзге біреуге бақыт сыйласа, ол шын бақытты жан. Өзге біреудің бақыты үшін өз бақытын құрбан еткен адам мәңгі өлмейтін, ол мәңгі бақытты адам. Олай болса, мен сол баланың әке-шешесін тауып, бақытты етуім керек сияқты. Мұныңа мен де қосыламын, деді Галя. Онда ертең солай қарай жеміс апаратын адам бар ма? Соны іздестіруім керек. Арада бірнеше күн жүріп, Жолайғы қалаға жүгін түсірген Володя Сарбұлақ совхозына бет түзеді. Ол босада бет алып шыққан соң, өзіміз дейін, милицияны араластырмай қоя тұрайын, деп түйді. Володяның ойы анадағы жұртын сипап қалатын үйді табу. Ол өңірдің Сарбұлақ совхозныкі екенін білетін. Ол совхоздың парткомына кірді. Я, Шырақ, отыр, жүк әкеліп пе едің? Деді қолына ұстаған машина кілтіне қарап, шофер екен аңғарған Ауданбек. Қаладан совхозға жүк әкелген шофер ғой деп ойлады. Жоқ, жүк әкелгенім жоқ, ағай. Мүмкін үлкен қуаныш әкелуім. Я, онда қадірлі қонақ болдың ғой, айта бергәні. Володя ойланып қалды. Мен қуаныш әкелдім дегенім не? Анығына жетпей жатып. Тіпті бар ма, жоқ па ондай адам? Ай, аңқылдаған ашық ауыз бынау, деп кейді өзіне өзі. Айтсаңшы енді ынтықтырмай. Сіздерді қуантама, қуантпай ма, көзім жетпейді.
Егер артық айтсам, кешіріңіздер. Айтып қойған соңғылыққа, реп қойған сойғылыққа жақсы дегендей. Сіздердің совхоздарыңызда өткен жылы бала жоғалтқан адам бар ма? Партком орнынан қалай ұшып тұрып, жігіттің қасына қалай келген өзі де білмей қалды. Я, бар, ол қайда, тірі ме? Деп қуанғаны соншалық сөйлей алмай тұтығып қалды. Тірі, деді Володя сабырлы үнмен. Содан соң бастан аяқ болған оқиғаны бүге-шігесіне дейін қалдырмай айтып берді. Осы сапар сол адамды арнайы іздеп шықтым, деп тәмамдады сөзін. Айналайын, бауырым, азаматсың, саған айтар алғысымыз шексіз. Сенің жасаған жақсылығың мынандай деп айтуға тіл жетпейді, деп Ауданбек Володяны құшақтап сүйе берді. Ол кімнің баласы? Өзің жаңа, соғып, сусын ішіп аттандым. Баланың суретін көрдік деген үйдің баласы. Ол совхозымыздың озат шопаны, Кәдір Қоңыров деген кісі. Биыл еңбек қызыл ту орденімен 2-ші рет наградталып, москвич алды. Сол сағатта партком активистерді тегіс жинап алып, мынау қуанышты хабарлады. Кешке қарай совхоздың активистері Володяны мінгізіп алып, 2 жеңіл машинамен Басбұлақ өңірінде отырған Кәдірдің үйіне тартты. Ойламаған жерден келген қуаныш қорқыныштан да қауіпті. Байқаңдар, айымның жүрегін жарып алмайық, деді директор. Аяңдап айлар, жылжып жылдар өтті. Шопан малшылар ауылы жайлауда отыр. Кәдірдің үйі Басбұлақ басындағы өзінің байырғы жұртына келіп қонған. Ауыл сыртындағы Қараша төбе басына күніне бір шығып тұрмаса, айымның көңілі көншімейді. Өйткені ол төбе кешегі қайғылы кездегі серігі болды. Ұзақты күндерін сол төбенің басында өткізген. Аңсаған арманына сол төбе басы жеткізетіндей көріп, 6 қанат ақ үйге сыймай, таң атса болды. Дүниені жанары толғанша шолып, төбе басында отыратын сәттерін бір сәтте естен шығарған емес. Шынында да, ол қуанышты хабарды да осы төбе басында естіген еді. Сондықтан да айым үшін жер бетіндегі ең қасиетті жер осы бір көзге қораш Қараша төбе. Басында 3 обасы бар. Біреуі үлкен, 2 жағындағысы кішкентай. 2 баласын жетелеп келе жатқан анаға ұқсайды. 2-ші обаны кейін тұрғызды. Айымның өзінше жасаған ескерткіші еді. Әрине, оны бұл өңірдің адамдары жақсы түсінеді. Сондықтан да тұсынан өтіп бара жатқан ауыл адамдары оны Айымның қарауыл төбесі дейді. Кейін бұл жер осылай аталып кетті. Төбенің басындағы обаларды көргенде, әне, 2 баласы 2 жағында айым тұр, дереді. Тосын жандар бұл сөздің астарында қаншама қайғы, қуаныш жатқанын қайдан білсін. Міне, айым сол төбе басындағы өзі қалаған ескерткіштері қасында тұр. Анадай жерде 2 бала жарыса жүгіріп қызғалдақ теріп жүр. Екеуін 2 кісінің баласы деп ешкім ойламас еді. Егіз туғандай. Екеуінің әкесі бірге туған соң айырмас қанша. Айымның көңілінде ешқандай татау жоқ. Әне, екеуінің қолында 2 шоқ гүл бар. Мамаларына қарай жүгіріп келеді. Олар келген бетте гүлді айымға ұсынды. Екеуін 2 қолына көтеріп алған ана кезек-кезек сүйеді. Ал балалар мамаларының омырау түймесінің астасқан жеріне гүлдерді қадап қойып, мәз болып жамырай күледі. Сағынай сол аурудан айыға алмай, март айының аяғында сағынып көрген сағынышының ең болмаса қаз басып жүріп, тілі шығып сөйлегенін көріп, оның аузынан әке деген бір ауыз сөзді ести алмай, мәңгі ұйқыға кетті. Әрине, тағдырдың мұнысы әділдік емес, бірақ бізбен ақылдасып, біздің тілімізді алама, өз дегенін істейді. Кәдір мен айым Ардақ пен Берікті алып, Сағынайды қайтпас сапарға шығарып салуға барып қайтты. Марқұммен қоштасуға Сәдір мен Володя да жанұяларымен келді. Ассалямуғалейкум, жақсыларым. Осымен повесть аяқталды. Соңына дейін бізбен бірге болып, тыңдағандарыңыз үшін рахмет айтамыз.
Тіркелмеген болсаңыздар, тіркелу батырмасын басып, арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Біздің жаңа арнамыздың қазақ тіліндегі контенттің дамуына қосқан үлестеріңіз ретінде видеоға лүпіл басып, пікірлер қалдырып, және WhatsApp желілерінде бөлісулеріңізді сұраймыз. Кейінгі уақытта пайдалы Кәусар арнасынан түрлі қызықты контенттерді өткізіп алғыңыз келмесе, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы, сау саламатта болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.